Достар, қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бұқтырма тағамын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бұқтырма тағамын дайындау үшін ең алдымен құрғақ қазанға қойдың құйрық майын осындай бөліктерге бөліп салып шығамыз. Содан соң туралған етімізді тұздаймыз, бұрыш саламыз, паприка және де зира салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Зира өте ерекше дәм береді. Мінекей барлығын араластырып болған соң қазанға саламыз. Негізі бұқтырма тағамы өте оңай дайындалады. Енді келесі кезек көкөністердің барлығын осындай бөліктерге бөліп, бірінен соң бірін салып шығамыз. Яғни пиязды салдық, содан соң сарымсақ, қызанақ, сәбіз және де болгар бұрышы. Қалған сарымсақты саламыз, содан кейін картопты салып шығамыз. Ақ желкен және де ақ аскөкті қоссаңыздар, тағамға ерекше дәм береді. Содан соң тұздап бұрыштаймыз. Енді 200 грамм суға бір ас қасық томат пастасын салып, жақсылап тұрып араластырып, қазанға құямыз. Енді барлығын осындай 40 қабатпен жабамыз, яғни капустаны осындай бөліктерге бөліп алып, бетін жауып шығамыз. Бұқтырма тағамы баяу отта пісуі қажет. Қақпағын жауып, 1,5-2 сағат баяу отта пісіреміз. Мінекей тағам дайын болды. Мен бұқтырманы толығымен 2 сағат пісірдім, баяу отта пісірдім. Иісі деген өте керемет. Енді барлығын табаққа салып шығамыз. Бірінші 40 қабатты саламыз, содан соң картопты, пиязды салып, ең соңынан қараңыздар, біраз сорпасы шықты. Сорпаны құйып шықсаңыздар болады. Сорпасы өте керемет, дәмді болып шықты. Міндетті түрде рецепт бойынша жасап көруге кеңес етемін. Сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мөлдір, сау болыңыздар.